жалғайтын сезімдердің арасын, қалайша ұзап кетіп барасың менен. Сағынамын көздеріңнің арасын, жалғайтын сезімдердің арасын. Таза жуып қойған аяқ киімді қазір жинайтын боламыз. Есірткідей қанымнан. Достар, қазір сіздермен бірге Get Ready With Me. Осындай простой образ. Қазір мен экзаменнің консультациясына баратын боламын. Яғни 9 сынып аяқтап жатқаннан кейін бізде гос-экзамен болады. Сол гос-экзамен болатын күні алдын, бір күн алдын бізде сол пәннен, экзамен тапсыратын пәннің консультациясы болады. Үстіме осындай көк түсті футболка, и астыма осындай джинс екен. Сыртыма свитшот алсам, потому что далачки суық сияқты. И осындай сумочка. Сүйіп өтем тек сені, өшір алмай жағымнан сағынамын. Ертең уже госэкзамен алгебрадан. Ту туралы куәлік бәріміз жазылып. Қазапаға тапсырамыз. Все, біз домой. Давайте, достар. Біз қайттан мектепке келдік. Қашып баратыр еді. Әдем қашып баратыр еді. Несі біз негізі қашып негізі қашып еді. Қағада күшті оқытыр. Мынау біздің Грейси. Мен үйге келдім, памятім толып қалған екен, памятім тазартып, қазір бір жұмыртқа жеп алам. Менде бүгін сағат 2-де стоматологқа запись. Мен брекетімнің соңындағы бір брекет түсіп қалған құрт жегеннен. Соны бүгін басқасын салдыртамыз. Короче, мен өзі дворда отырмын. Просто тісімнің менде соңғы тісім клейінен ажырап кеткен. Сосын андай темір алып кетеді ғой, сол темірін кесті. И менде 14 күні подтяжка болады, сол подтяжкада жалғап береміз деп айтты. Вот, енді соңғы тісімде прет жоқ. Короче, достар, қазір бізде сағат уже 12:30. Бүгін біз бағана полный жарты күніміздің барлығы менде клубника жасаумен кеш қалдым. То есть 2 заказ полностью клубника шоколад жасадық. Қазір мен ертең болатын экзаменнің есептерін шығарып дайындалдым. 2 парақ дайындалдым, жазып, есептеп. Бірақ полностью бітіре алмадым. А и Б деген бар, сол бұны мен полностью шығармадым, только Аны істедім. И бұның жартысын істедім. Мен қазір өте қатты шаршап тұрмын, ұйқым келіп тұр. Поэтому вот, ұйықтайтын боламыз. Бізде сағат экзамен 10-да, бірақ енді прям 10-да тақалған кезде барып керек емес, конечно. Ерте тұрып, ерте барып, ерте орын алып, сөйтіп барған дұрыс. Сол үшін ертең ерте жату керек. Ой, бүгін қазір ерте жату керек, но уже поздно. Все, ұйықтаймыз. Бүгін бізде консультацияда бір есептер шығарған болатынбыз. Сол есептерді маған апай слайдын жіберді. Сол есептердің барлығын өзім басынан қайттан шығарып, есептеп қайталаған жайым бар. Қазір бізде сағат 6:30 болды.
достар бері келді как жазып бітіріп тапсырдық 3 сағат ішінде еще үлгермей кеттім ой короче үйге барасың бәрін айтып беремін. Короче достар, мен бағана ағылшын оқыдым, қазір мен Әсел Аман курс оқып жатырмын. Сол бүгін бізде Google Meet'та сабақ болды. Пока мен индивидуально өтіп жатырмын группамда. Бір ғана қыз, бірақ ол қатыспайды. Пока апаймен жалғыз өзім өтіп жатырмын. Бүгін біз енді Ghost тапсырдық. Ghost'ың историясын айтайын ба, айтпай ба білмей тұрмын. Но давайте қысқаша айтып берейін. Жалпы 4 сыныпта Ghost тапсыратын кезде 4 пән болады. Алгебра, орыс тілі, қазақ тілі және бір таңдау пәні. Таңдау пәні менде қазақ әдебиеті. Бүгін біз ең бірінші экзамен ол алгебрадан тапсырдық. Сағат 10-да басталады деді. Бірақ 8:30-да бізге келіңдер деді. Біз 8-де келіп алдық ерте. Бірақ біз 8-де келіп алдық, чтобы өзіміздің орнымызды алып қою үшін ортадан, шеттен, бір артқы қаптардан орнымызды алу үшін и чтобы достарымызбен, подругаларымызбен бір топта артарында отыру үшін біз ерте келген болатынбыз, но бәрімізді бір уақытта кіргізді мектепке. Оған дейін біз далада күтіп отырдық, телефон жинады. Короче, экзамен бізге 3 сағатқа берді жазуға. Бізде ол жақта общий 20 тапсырма. Оның 1-ден 10-ға дейін тест тапсырмалары, 11-ден 20-ға дейін уже кәдімгі есептеп шығаратын есеп. Оның тек қана жауабын жазуға болмайды, обязательно шешумен жазу керек. То балды кемейіп тастайды деді. Біз негізі оған дейін алдында мен консультацияға бардым ғой, сол кезде консультацияда бізге 2023 жылғы болған программаны берді, типа дайындаламыз деп ше, соған дайындала беріңдер деп. Потом мен үйде дайындалдым, жатарда дайындалдым да, но оған вообще ұқсас емес. То есть біз дайындалған тапсырманың барлығы өте оңай, мен орда вообще легко, изи есептеп шығардым, ал бізге нағыз экзаменде келген тапсырмалар өте қиын. Могу сказать, что с деңгейінің сондай бір есептері, честно. Білмеймін, қазір айтайын ба, айтпайын ба, но и так и бәрі айтып жүрмін, бүкіл әлем тиктокта да шығып жүр. Но это зависит от вашей школы. Мысалға, бізде қазір директор өте қатал. Енді директор қатал болған соң, мұғалімдер де қатал болып істейді. Біздің де апайлар, соответственно, сондай қатал болып жүр. Вот, если сіздер мектептеріңіз как бином, тоже, білмеймін, қатал мектеп болса, где директор қатал, завучтар қатал кәдімгідей болса, онда сіздерге апайлар прям көмектесуі мүмкін, но по идее көмектеседі. Бірақ именно соңғы 10 минут қалғанда, 5 минут қалғанда, и то кейбіреулер ғана көмектесуі мүмкін. Сол көрініп қалмау керек, экзаменде, если екінші телефон болса, ұсталып қалмауды тырысыңдар, потому что ұстаса, шығарып жібереміз деп айтады, бірақ замечание істеп қоя салады. Көбінесе замечание істейді, қояды, екінші замечание солай, короче. Бірақ соңғы жағында уже бәріне бәрібір өкізеді, тез жазып жүр, тапсырасыздар. Главное, бұл жақта уақыт 3 сағат береді, 3 сағатты тиімді пайдаланыңыздар. И сіздерге тағы бір совет, алгебрадан именно тест тапсырмаларын істемей қойсаңдар болады. Сразу фокусты Б деңгейі бар, түрлі есептер, соларға аударыңыздар. Потому что сіз если Б деңгейін сразу көшіріп па, білмеймін, жан жақтан аласыз ба, есептеп шығарасыз ба, Б деңгейін бірінші бітіріп тастаңыз. Потом уже көп оқушылар, жаныңызда көршілеріңіз, сыныптастарыңыз уже бағана А деңгейін олар істеп қойды. И біреуден просто көшіре саласыз. Оны тез А, Б, С деп жаздыңыздар. Сонда мынандай уақыт экономдайсыз. Сол енді, короче, ертең бізде әдебиеттен консультация.